Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бауырдың жұмысы нашарласа, бүкіл ағза тозады. Себебі біздің өміріміз үшін үлкен маңызға ие. Ол ағзаға түскен А, В, С, Д, К, Р дәрумендері мен фолий қышқылын реттеуге қабілетті. Сізді қандай да бір дерт мазаласа, алдымен бауырды тексердіңіз. Оның жұмысын қалпына келтірмей, аурудан айығам деп ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан үй жағдайында бауырды мына әдіспен емдеңіз. Сұлы бауырды емдейтін супер дәрі. Оған қоса тазалайды, жұмысын жеңілдетеді, қабынуды басады. Сұлы бауырға аса қажетті биологиялық құрамға өте бай. Нақтырақ айтқанда, глютамин, жасынық, май, темір, алкалоид, эфир майы мен магний тапшылығын реттейді. Сұлыны сіз ұсынған әдіспен дайындап ішсеңіз, бауырыңызды емдейді. Одан бөлек қан тамырды тазалайды, холестеринді азайтады, қандағы қантты реттейді, қан айналымын жақсартады, әрі қан қысымын қалпына келтіреді. Бірінші әдіс: 250 грамм тазартылмаған сұлыны ыдысқа салыңыз. Үстіне 4 литр салқын су құйып, отқа қоясыз. Орташа отта тура 1 сағат қайнауы керек. Осыдан соң ыдысты оттан алып қоясыз. Бөлме температурасында салқындаған кезде сүзіп, шыны ыдысқа қойыңыз. Ем ретінде 250 миллиграммнан күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын балмен бірге қабылдайсыз. Ескерту: емдік сусынды ішетін кезде жылытасыз. Екінші әдіс: 3 стакан сұлыға 3 ас қасық қайың бүршігі мен 2 ас қасық ит бүлдірген жапырағын араластырып, ыдысқа салыңыз. Оған 3 литр салқын су құйып, бетін жауып қоясыз. 24 сағаттан соң ыдысты отқа қойып, 15 минут қайнатасыз. Осы уақыттан соң қайнатпаға 2 ас қасық жүгері мен 3 ас қасық таран қосып, тағы да 15 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан кейін ыдысты оттан алып, 45 минут тұндырып қоясыз. Тұнба дайын болғанша итмұрынды дайындап аламыз. Ол үшін 250 грамм итмұрынды 1 стакан суға салып қайнатасыз. Дайын болған соң сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Оның үстіне сұлы тұнбасын сүзіп құясыз. 2 түрлі шипалы сусынды жақсылап араластырып, 150 мл-дан ішесіз. Емді күніне 2-4 рет тамақтан алдын қабылдау керек. Емделу мерзімі 10 күн. Үшінші әдіс: ұйқыға жатар алдында 2 стакан сұлыға қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең сүзіп алып, 150 мл-дан ішесіз. Емді күніне аш қарынға 2-4 рет қайталау керек. Емделу ұзақтығы 2 ай. Осы уақыт өткен соң 2 апта үзіліс жасап, емді тағы да қайталаңыз. Ескерте кететін жайт: дәмі ұнамаса, суға аз мөлшерде майсыз сүт немесе таза бал қосуға болады. Төртінші әдіс: 100 грамм сұлыны 1 литр суға салып, төмен температурада қызып тұрған пешке қоясыз. Тура 4 сағаттан соң артық суын сырғытып төгесіз. Дайын қоспаны 250 мл-ден қабылдайсыз. Артығын шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қою керек. Емделу мерзімі 2 ай. Емнен соң 1 ай үзіліс жасап, тағы да қайталау керек. Бесінші әдіс: ыдысқа 250 грамм сұлы мен сонша мөлшерде қайнаған су құйып, отқа қоясыз. Баяу отта 30-40 минут қайнауы керек. Осы уақыттан соң қайнатпаға тағы да 250 мл су құйып, оттан аласыз. Қақпағын жауып, жылы орап қойыңыз. Шамамен 3-4 сағаттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, 50 грамм бал мен жарты лимонның шырынын қосыңыз. Енді ем ретінде 250 мл-ден тамақтан алдын ішіңіз. Емді күніне 3 рет 1 ай бойы жүргізіңіз. Өздеріңіз білетіндей, сұлы бауырдың жұмысын жеңілдетіп, улы заттардан тазалайтын қасиетке ие. Ем кезінде мейлінше диета ұстап, құрамы В, С, Е дәрумендеріне бай тағамды тұтыныңыз. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса кетіңіз.